Ассаламу-алейкум қыздар. Егер балаларыңыз, отбасы мүшелеріңіз асқабақ пен сәбіз сияқты дәруменге толы көкөністерді жемей жүрсе, дәл осындай керемет сок дайындап беріңіз. Ол үшін бисмилля деп сәбізімізді жіңішкелеп, асқабақтарымызды төрт бұрыш етіп турап аламыз. 2 дана апельсиніміздің цедрасын ашып аламыз. Лимонымызға тиіспей шетке алып қоямыз. Ыдысымызға сәбізіміз бен асқабағымызды саламыз. Апельсиніміздің цедраларын салып, үстінен 2 литрдей су құйып, отқа қойып, көкөністеріміз піскенше қайнатамыз. Оған дейін 2 апельсиніміз бен 1 лимонымыздың шырынын сығып аламыз. Лимонның қабығын тастамаңыздар, шай демдегенде қосып жіберсеңіздер, шайларыңыз өте дәмді шығады. Көкөністеріміз піскеннен кейін апельсиндеріміздің қабығын алып тастаймыз. Бізге енді көкөністерді езу қажет. Егер блендерлеріңіз болмаса, қарапайым осындай пюре жасайтын құрылғыны пайдалансаңыздар да болады. Көкөністеріміз толықтай езілгеннен кейін үстінен апельсин мен лимонның шырынын құйып, қантымызды саламыз. Лимон қышқылы міндетті емес, бірақ бар болса кішкене қосып жіберіңіздер. Менде осындай қою сок шықты. Мен қосымша тағы 1 литрдей су құйып жібердім. Сонда да сок көріп отырғандарыңыздай осындай қою болып шығады. Толықтай суытып, ұсына берсеңіздер болады. Дәмі ерекше болып шығады. Жасап көріңіздер.